Бәріміз де өз кәсібімізді ашып, қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізгіміз келеді. Әрине, ол оңайлыққа соқпайды. Жаңадан бастаған кәсіпкерлер тіпті экономикалық дағдарыс кезінде де тиімді стратегияны әзірлеуге және жүзеге асыруға болатын есте ұстауы керек. Қазақстан нарығындағы импорттық тауарлар үлесінің төмендеуі немесе олардың бағасынан күрт өсуі жергілікті кәсіпкерлер үшін мүмкіндік береді. Демек, бизнесті кез келген жағдайда ашуға болады. Кәсіпкер болу үшін белгілі бір мүмкіндікті күтудің қажеті жоқ. Бүгін біз бизнесті неден бастау керегін талдайтын боламыз. Ол, жаңа бизнесті қалай бастау керек? Алғашқы тұтынушыларды қалай тартуға болады? Алғашқы 5 тиімді сатуды қалай жасауға болады? Енді бизнеспен не істеу керек? Сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Сізден лайк, бізден контент. Бизнес 3 салаға бөлінеді: өндіріс, сауда және қызмет көрсету. Сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені таңдаңыз және қанша табыс алуды жоспарлап отырғаныңызды есептеңіз. Сіздің қалауларыңызды, біліміңізді және тәжірибеңізді ескерген жөн. Бизнестің орналасқан жерін және байланыс құралдарын анықтаңыз: онлайн немесе офлайн бизнес. Негізі, бизнесте ең бастысы ол сіздің ойыңыздан шығу қажет. Аудиторияны есте сақтау маңызды. Сіздің тұратын жеріңіздегі адамдардың қажеттіліктері қандай? Сіздің өніміңізге немесе қызметіңізге қажеттілік бар ма? Сіздің бизнесіңіз қандай құндылық әкеледі және адамдар онсыз өмір сүре алады ма? Мысалы, сіз өзіңіздің ауылыңызда шаңғыны жалға беру кәсібі жоқ деп, оны ашуға асықпаңыз. Біріншіден, ол табыс алып келеді ме? Неге сізге дейін бұл бизнесті ешкім ашпаған? Бәлкім, бұл спорт түрі сол ауылдың тұрғындары үшін қызық емес шығар. Сол себепті кез келген бизнесті ашпас бұрын анализ жасаған абзал. Сондай-ақ бизнес жоспарды, бюджетті және маркетингтік стратегияны әзірлеу болып табылатын келесі маңызды қадамдарды білу керек. Ал енді біз кез келген бизнестің бастамасы бизнес жоспарды талқылайтын боламыз. Бизнес жоспар құрудың негізгі мақсаты жобаның болашағын бағалау және бастапқы кезеңде сіз тап болуыңыз керек және сіздің жоспарыңызды жүзеге асыруға кедергі келтіру мүмкін қателерді табу. Жай сөзбен айтқанда, бизнес-план сіздің бизнесіңіздің презентациядағы көшірмесі. Ол жақта сіз барлық процестердің жұмыс істеуін көрсетесіз. Егер потенциалды қиыншылықтар туындайтын болса, олардың алдын алу немесе оларға дайын болу үшін мүмкіншілік туындайды. Нарықты сапалы зерттеу бизнесті нөлден бастауға маңызды қадам болып табылады. Оның көмегімен бәсекеге қабілетті дәреже анықталады. Өнімге немесе қызметке сұраныс бар ма? Бизнес маусымдық па? Тұрақтылық бар ма? Соны білуге болады. Сол себепті бизнесті ашуға асықпаңыз. Қорытындылай келетін болсақ, бизнес ашудың басты заңы ол жоспар және анализ. Егер сіз нарықты, аудиторияны және басқа факторларды тексеретін болсаңыз, кәсібіңізді рисктерден құтқарасыз. Линкольн айтқандай, ағашты шабуға 8 сағатым болса, 6 сағатымды балта қайрауға жұмсар едім. Бүгінге бізде осы. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.